Балалар, күн шыққанда ол тек бір адамның үйіне ғана жарық түсіре ме? Жоқ, күннің нұры бәріне ортақ. Ал жақсы адамның сөзі ше? Ол да бір адамға ғана арналмайды. Жақсы сөз бүкіл қоғамға ортақ. Жақсы сөз адамға күш береді. Бір ауыз жылы сөз адамның жүрегіне үміт сыйлайды. Күн бәріне бірдей жарық береді. Жақсы адам да баріне бірдей жақсылық тілейді. Міне бірлік пен ынтымақ осылай қалыптасады. Нағыз көшбасшы барлығына ортақ тұлға. Оның сөзі бөліп жармайды, біріктіреді. Ынтымақ ортақ мақсатқа жетудің жолы. Бірігіп еңбек еткен ел ғана биікке көтерінеді. Оқушылар, сендер де күн сияқты болыңдар. Нұр шашатын, жылу беретін, бәріне ортақ тұлға болыңдар. Бірлік бар жерде тірлік бар. Күннің көзі ортақ. Жақсының сөзі ортақ. Қазақ халқы ежелден бірлікті ту еткен. Ынтымақ елдің берекесі.